Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 72-ші сабақ бас әріппен басталып жазылатын сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен ережені есімізге түсірейік. Адамның аты жөні бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, кім Досан, кім Әсем, кім ұлы Нұржан ұлы. Жер су аттары бас әріппен басталып жазылады. Алатау, Тарас, Жетісу, Семей, Іле. Үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, Ақтөс, Мойнақ, Байшыбар. Балалар, бас әріппен басталып жазылатын адамның аты жөні, жер су аттары, үй хайуанаттар мен жануарлардың аты сөйлемнің басында да, сөйлемнің ортасында да, сөйлемнің соңында да бас әріппен жазылады. Балалар, енді бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу, мәтінді оқы. Мәтіннің тақырыбы бәсіре. 6 жасар аңсар атасымен қонаққа келді. Дастархан жайылып, қымыз құйылды. Аңсар мен Бекжан далаға ойнауға шықты. Бекжан жуас құнанды аңсарға көрсетті. Мынау қара қасқа құнан, менің бәсірем. Кел, мін деді. Мен бұрын атқа мініп көргенім жоқ, деді аңсар. Онда маған мінгесіп ал деді. Ол қара қасқаны тасқа жақын әкелді. Бекжан ол балаға берілетін құлын немесе ботан айтамыз. Авторы ал құнан дегеніміз 2 жасар бәсіре дегеніміз. Балалар, мәтінде не туралы айтылды? Бәсіре туралы айтылды, балалар. Балалар, аңсар қайда келді? Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Аңсар атасымен қонаққа келді, жарайсыңдар. Ол кіммен ойнады? Жақсы, жарайсыңдар. Ол Бекжан мен ойнады, балалар. Ал балалар, бәсіре дегенді қалай түсінесің? Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Бәсіре дегеніміз ол балаға берілетін құнан немесе ботан айтады дегеніміз, балалар. Балалар, мәтіннен сөйлем ішінде бас әріппен басталып жазылған сөздер табайықшы. Неліктен олар бас әріппен жазылғанын анықтайық. Аңсар, ол себебі адамның есімі екене, балалар. Тағы Бекжан адамның есімі екен. Келесі, балалар. Қара қасқа. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Қара қасқа ол құнанның аты екене, балалар. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Балалар, олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу, жаңылтпашты тыңдап, көркем жаз. Айбар тай бақты, Мойнақ қой бақты. Балалар, көркем дәптерімізге жазып алайық. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Керемет. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Суретке қара, жануарлардың аты қандай әріппен басталып жазылған? Балалар, бұл не екен? Бұл құлагер екен, балалар. Бұл сырттан, бұл иттің аты екен, балалар. Келесі, бұл ақмүйіз. Бұл, балалар, сиырдың аты. Яғни, балалар, жануарлардың аты бас әріппен басталып жазылады. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.